Химиялық қалдықтар төңірегіндегі атышулы іске қатысты нүкте қойылды. Қазазот компаниясы өз аумағындағы 100 мыңдаған тонна улы затты тазалайтын болды. Маңғыстау облыстық кассациялық соты Қазазот жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің шағымын тағы бір рет қарап, бұған дейін шығарылған шешімді өз күшінде қалдырды. Оған сәйкес улы заттардың көзін серіктестік өз күшімен жоюы тиіс. Айтып өтейік, мына жерде күкірт қышқылын өндіретін зауыт болған. Өндіріс орны жабылып қалған соң, оның аумағы Қазазоттың қарамағына өтеді. Бір жыл бұрын мұнда табиғат қорғаушылар тексеру жүргізіп, аса зиянды қалдықтардың бар екенін анықтады. Сөйтіп, аймақта тазартуды жүктеген болатын. Бірақ серіктестік басшылығы бұған қарсы болып шағымданған екен. Они говорят, что данные отходы не принадлежат ТО «Қазазот». Ол бұл қалдықтар Қазазот серіктестігіне қарамайды деп отыр. Химиялық қалдықтар бұрынғы күкірт қышқылын өндіретін зауытынан қалған дейді. Өйткені 90 жылдардан бастап күкірт қышқылы шикізатын олар өндірісте қолданбаған. Дегенмен бұл аймақ Қазазотқа қарайды. Сондықтан сот қалдықтардың көзін жоюды соларға жүктеді.